Балалар, қалайсыңдар? Бүгін ханың әпкелерінде кезекті челлендж. Өздерің бақап отқандарыңдай, қазіргі тренд болып отқан қағаз таңда челленджі. Негізі бізде жоспар бүгін сыртқа шығамыз деп ойлаған едік, бірақ күн бұлттанып, жаңбыр жауып кетті. Сол себептен үйде отыратын болдық. Әзірге қыздар ұйықтап жатыр. Қазір мен таңғы асқа не дайындау керек екенін жазып қойдым. Олардың сүйікті тамақтары десе де болады. Гренкиді сырмен болмаса каша дайындайтын боламыз. Асты таңдау бірінші Дариғада. Ал Дариға, осы екеуінің біреуін таңда. Қазір соны жасайтын боламын. Таңда, алсай біреуін. Не түсті? Ұйықтап атқан жерін оят. Гренки сырмен. Дариған ұйықтап атқан жерінен келіп ояттып, таңдаттым. Ал енді гренки сырмен дайындайтын боламыз, е? Мінекей нанын турап, жұмыртқасын дайындап, сырын теркамен өткізіп қойдым. Қазір пісіретін боламыз. Міне біздің таңғы асымыз дайын болды. Гренки сырмен үстіне сырды септік. Әдемілеп май сияқты болып тұр. Бірақ жеген кезде кәдімгі пиццадағы сияқты созылып тұрады. Мына жігіт уже бетіндегі сырын үстіп алып жейді. Созып, жан, жей бер балам. Ал, қыздар, ас болсын. Рахмет, ас болсын. Ас болсын. Шайларыңды іше беріңдер, я? Қандай болыпты? Айта кетіңдер. Бағымдық сияқты мынандай созылып, күшті болады осындай. Тез дайындалатын пицца ғой, кішігірім, я? Мұның сырының бәрі кесесіне дейін жабысып қапты ғой, созылып. Міне. Сыр көп болса осындай әдемі болады, созылып. Балар, сендер де осылай аналарыңа айтып жасатып көрсеңдер болады. Өте дәмді шығады. Бізде осы негізі сырмен жегенді бірші Дариға айтқан еді. Үстіне сыр істеп беріңізші деп. Содан басталды да бізде бұл сүйікті тағамға айналып кетті қыздардың. Ал, ас болсын. Қазір қыздар таңғы асын ішіп отқан кезде мен түске не дайындайтынды алдын ала қағазға жазып қойдым. Енді соны қазір бағымға таңдататын боламыз. Бағым, таңда. Алсай, ал, керек қағазынды ал. Охо. Не шықты? Баян Сұлап кес, оқып бер. Вупи-пай. Вупи-пай тортын пісіретін боламыз, е? Я. Жақсы көресіңдер ғой сендер тортты, е? Я. Өзіміз қолдан жасаймыз. Қазір түске енді соны қыздарға аналары дайындап беретін болады, е? Я. Вупи-пайымыздың бетіне торттың бетіне шоколад құйдық. Қазір жарты сағатқа холодильникке қойып, сосын шай ішетін боламыз. Міне тортымыз дайын болды. Бірақ мына бір жерді біздің үйдегі бір кішкентай жігіт осылай шұқып тастады. Біздің тортымыз дайын болды. Енді ас болсын. Рахмет. Күшті, мына торт болды. Ыстық шайменен баламыз екеміз. Қатсап берейін саған. Күшті. Жесей бағым. Торт, жейміз, шай ішеміз, я?
үстіне бұлар деген ана балық печеньенің бәрін қойып қойыпты ғой сәндеп. Сен де қойып алдың ба, балам? Баласын да қойып алдым. Мен де біреу қойыпты. Ой, бәрі деген бұлар. Мен екеу. Менікі де екеу. Қандай боптен торттан ауыз тиіңіздер да, пікірлеріңізді айтыңыздар. Мен балым сәттің деп аузы көпіріп отыр. Сәттіге қыралып отыр. Шықты ғана нені. Крем. Күшті шығып па? Я. Ал, ауыз тиіңіздер да, пікірлеріңізді айтып кетіңіздер видеоға. Он қоям. Көпті. Ас болсын онда. Жұмсақ болыпты. Не берейін? Ал бізде енді кешкі тамақтың осыны қазір енді кешкі тамақты Баян Сұлу таңдайтын болады. Баян Сұлу, бер кел. Ал, мынаны ішінен біреуін таңдайсың. Осы кешкі тамақ болады. Короче, бізде голубцы. Голубцы. Болды онда. Голубцы істеуге кірісеміз. Ал, көріп ал не екен? Пирс котлетпен. Жаль ма? Иә. Өкінішті, я. Иә. Ничего, келесі жыл істейміз пирог котлетпен. Бұл жолға голубцы істейміз. Кеттік. Сәріне голубцы пісті мені. Енді мен жейтін боламын. Голубцы мен ең жақсы көретін тамағым. Үйдегілердің бәрі жейді оны. Олай болса жейміз. Сыртын жемейсің ғой сен соның енді. Иә. Сыртымен жесей, витаминнің бәрі сол жақта ғой. Ас болсын бағым. Не деп айтады? Рахмет. Рахмет дейді, я. Сіз екеуіңіз кадрға кірмей қойыңыздар. Неге? Баламыз екеуміз тамақ жеп отыр. Шашып отырсыздар ғой айтыларыңыз бәрін. Жеп қойдың ба? Тамақты. Көрсетпей қояйық мынаяқта. Әкесі мен баласын қайтып тамақ жеп жатқан. Той болады. Жан-жақын бәрін шашып отыр екеуі. Білмей қойыңыздар, қалай жеймін. Қалай бопты голубцы? Той болады. Оннан 10 қоям. Ой, не деген бал мынау. 10-нан плюс 10 деп қойды. Иә. Мен ең жақсы көретін тамағым. До конца жеп қой. Ана сорпасымен, сыртындағы қабығымен. Түріңді бұзба. Витаминнің бәрі сол қабығында ғой. Не үшін сақтадым мен? Қыс бойы осыны. Сол жесін деп сақтадым ғой. Не болды екеуіңге? Сөйлесіп қалды. Екеуінің бас тиіспайды, я? Тиісіп алып отырсың қарасаң ананың. Білмеймін, ашын тамашып жатқанда бір қолынан ұрып жүрді. Сіз бұл? Тамағым жеп қойдым, голубцының бәрін. Сорпасын да ішіп қойдым. Бірақ қабығын Айтып қойын одан да. Қабығын да кетіп бере саған. сендер досыңдайсыңдар ма балалар? Жарты қабығымды анама бердім, жартысын да кетіп бердім. Шашалып қалдық қой күлеміз деп. Маған кашасы. Сондай бізде Баян Сұлу қабығын бәрін бізге жегізеді, ішін бәрін өзі жейді. Жинасын жеймін ғой. Ал қыздар, сендерге бүгін қағазтанда челлендж ұнады ма? Я. Несімен ұнады? Айтыңдар енді сол туралы. Гренки сырмен. Ұнады. Бірақ мен балық печенье шоколадын жабыстырып қойдым. Иә, үстіне балық жаңағы шоколадный печеньесі бар еді, соны үстіне қойып жеді, иә? Мен де
Sen de pеченье қойып жедің, я? Амаған болса, голубцы ұнады. Себебі сен оны өте қатты жақсы көресің ғой сен. Бірақ қабығын жемейдің дұрыс емес та сол. Осымен балалар, бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Бүгінгі біздің күніміз де бітті. Кино деппін ғой әні. Біздің каналымызға Тіркеліп, лайк басып ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.